Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде қызықты математика. Қызықты математикада сіздерге мен бекіту сұрақтары ретінде бұрынғы өткен есептерімізден шолу жасап жіберіп отырмын. Номер бірінші есеп жақшалы өрнекті орында. Бірінші жақшалы өрнекті қызықты математика дәптерлерімізге көшіріп аламыз. Сосын теңбулатысын шығарамыз. Екінші, теңдеуді шеш. Бұл жерде жай теңдеу берілген. Жай теңдеуді орындаймыз. Сосын бірінің астына бірін теңдеу қылып шығарамыз. Үшінші есеп күрделі теңдеу. Екінші есеп жай теңдеу, үшінші есеп күрделі теңдеу. Күрделі теңдеуде бірінші не істейміз? Мына жерде мен біріншісін шығарып, үлгі ретінде көрсетіп отырмын. Бірінші 2 мен 6-ны қосып аламыз. Содан кейін 36-ға А тең 8 деп жазып аламыз. Тең боладыдан кейін есепті. Осыдан кейін А тең болады 36 мен 8-ді қосамыз. Қосындының мәнімен тең боладыдан кейінгі қосындының мәні екеуін бір-біріне қосамыз. Сондағы шыққаны А тең 44-ке тең болды. А. Осыдан кейін орнына қоямыз. А-ның орнына 44, азайту 36 тең болады 2 мен 6-ның қосындысы. Дәл осылай қылып, мына қасындағы екі күрделі теңдеуді шығарамыз. Ары қарай нөмірі 4-ші есеп. Нөмірі 4-ші есеп бұл жерде сөз есеп. Сөз есепті мұқият берілгенін оқимыз. Шешуі жауабы деп шығарамыз. Келесі номер 5. Номер 5-ші есепте амалдардың орындалу тәртібі бойынша есепті шығар. Осы 4-ші тоқсан басталғанда амалдар орындалу тәртібі бойынша есепте шығардық балалар. Енді біріншісін қараңыздар. 4 пен 3-тің көбейтіндісі қосу 12 мен 3-тің бөліндісі. Бұл жерде бірінші қай амалды шығарамыз? Төбесіне көрсетіп қойдым мен. Бірінші 4 пен 3-тің көбейтіндісін шығарады екенбіз. Екінші көбейтуден кейін бөлуді шығарамыз. Екеуін шығарып алғаннан кейін үшінші ортасындағы қосу амалын шығарамыз. Қалған мына үш есепті дәл осылай төбесіне бірінші қайсысын, екінші қайсы амалды орындайтыныңды, үшінші қайсы амалды орындайтыныңды жазып, тең боладысын шығарамыз. Және мына жерде тұрған X деп беріліп тұрғандар, мына жерде X, мына жерде X деп беріліп тұр, мына жерде X деп беріліп тұр. Бұлар көбейту деген сөз, көбейту. 5-ші тапсырма түсінікті болса, әрі қарай 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырма бұл бізде әріпті өрнекті шығар. Біз әріпті өрнекті өтіп кеттік. Бұл жерде әріпті өрнекте А тең 3-ке. Ал енді астын қараймыз. 6 көбейту А дейді. 6 көбейту А. 2 көбейту А. 4 көбейту А. 5 көбейту А. Бұл жердегі А-ның мәні 3-ке тең дейді. Мына жерде тұрған барлық А деп тұрған әріптердің орнына 3 деген санды қойып шығасыңдар. Сосын тең боладысын шығарасыңдар. Балалар, осы 6 тапсырманы қызықты математика бойынша орындап, дәптерлеріңе мұқият жазып алып, сосын маған жеке чатыма жібере қойыңыздар.